Уилл Смит американдық актер, хип-хоп орындаушы. 2 Оскар, 4 алтын глобус және бірнеше Грэмми сыйлықтарының иегері. Бүгінгі видеода Голливуд жұлдызының кеңестері мен өмірлік ұстанымдарын ұсынамыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Қателесуге тырыс. Мүмкіндігінше ертерек көбірек қателесуге тырыс. Көпшілік адамдар сәтсіздікті үнемі негативті тұрғыда қабылдайды. Дәл осы факт мені ызаландырады. Себебі сәтсіздік табысқа жетудің ажырамас бөлшегі. Сен сәтсіздікке бой үйретіп, тіпті соны жасауға талпынуың керек. Сәтсіздікке ұшыра. Сәтсіздіктер сенің үйренуің керек болған барлық сабақты бойына сақтайды. Білесің бе, сен жаттығу залында жаттыққанда шынымен де сәтсіздікті іздейсің. Себебі сен бұлшық еттеріңді бұрын-соңды көрмеген жаттығулармен шынықтырасың. Табысты адамдар әрдайым сәтсіздікке ұшырайды. Олар ұтқаннан көрі жиі ұтылады. Бірақ әрбір сәтсіздіктен аса зор көлемде сабақ алып, болашақта табысқа жетуге қолданады. Келесі, мүмкіндікті жіберме. Уақыт барда өз мүмкіндіктеріңді далаға ұшырмауға тырыс. Өзің әрдайым сәтсіздікке ұшырайтын, ұтылатын жерлерде бол. Мұның себебі практикада жатыр. Практика бұл сен басқаратын сәтсіздік. Мүмкіндігінше жасайсың. Қолыңнан келмейтін секілді көрінетін болады. Бір сәтте өзіңнің қалай бой үйреніп кеткеніңді білмей қаласың. Менің қолымнан келмеуші еді ғой, мұнаны қалай жасап жатырмын деп өз-өзіңе таңғалатын боласың. Жеңіліс сен даму керек тұстарыңды анықтайды, нақтылайды. Енді Уилл Смиттің 5 өмірлік ұстанымына тоқталайық. Алғашқысы тым реалист болма. Реализм орта деңгейлікке апаратын жол. Егер сізде амбициялар болмаса, өзіңіз армандап, өзіңізді бағаламасаңыз, өмірде ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Реализм бір сәтке дейін жақсы. Әлемде шынайы көзқараспен қарау керек нәрселер бар. Бірақ бұл сіздің мақсатқа жету жоспарыңызға қатысты емес. Екінші, өз-өзіңе сен. Өз күшіңе сену мақсатқа жетудің негізгі қозғаушысы. Егер сіз өзіңізге сенбесеңіз, сіз ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Сондықтан өзіңіздің қабілеттеріңізге күмән келтіретіндерден аулақ болыңыз. Үшінші, махаббатқа адал бол. Сүйіспеншілік бұл ең бастысы. Бұл әлемдегі жетістіктер махаббаттың арқасында пайда болды. Егер да Винчи өзін жақсы көрмесе, ол ешқашан Моно Лизаны суреттемес еді. Вивальди ешқашан фантастикалық музыка жаза алмас еді. Ғылымдағы, өнердегі, өмірдегі барлық жаңалықтардың жаршысы махаббаттың арқасында пайда болды. Энергияңды пайдалы нәрселерге жұмса. Өз ойларыңызды, эмоцияларыңыз пен сезімдеріңізді лайықсыз адамдарға ысырап етпеңіз. Неліктен сіз үнемі ойларыңызда жағымсыз адамдармен арпалысып жүресіз? Неліктен сіз өз өміріңізді құртып жіберетін негатив нәрселер ойлайсыз? Одан да өз энергияңызды пайдалы нәрселерге жұмсаған жөн. Бесінші, мейірімді бол. Біздің өміріміз түрлі қызық пен қиындықтарға толы. Сізге күтпеген сәтте кім көмек бере алатынын ешқашан біле алмайсыз. Көбінесе сізге көмектескен адам сізге қолдау білдіреді. Сондықтан мейірімді сөзге, қолдауға, кейде ақшаға ашкөз болмаңыз. Басқаларға көмектесіңіз. Жақсылық сізге 100 есе болып оралады. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.